Қайырлы күн, құрметті студенттер және ұстаздар. Бүгін сіздерге үлгерім мен студент билет тапсыру салтанатты күні. Первокурсники, сегодня для вас особый, незабываемый день, который повлечет вас шаг за шагом в неведомый для вас мир геологии, мир открытий и знаний. Good day, dear freshmen. Today is a vital and memorable day, which attracts you to the world of knowledge and discovery. Вот и настал замечательный день, посвящение в студенты. Именно с сегодняшнего дня вы официально становитесь частью нашей геологической семьи. Құрметті студенттер, бүгін сіздердің мерекелеріңіз. Сіздер 1931 жылдан бері өз дәстүрлерін жүргізіп келе жатқан, өзінің логотипі, жарғысы бар, және осы жылдар ішінде 1000-ға жуық білікті маман шығарған нағыз колледж студенттері боласыздар. Современный геолого-разведочный колледж – это широко востребованное учебное заведение, где обучается около 1000 студентов и преподают более 80 квалифицированных преподавателей. Все это говорит о том, что колледж, преодолев все трудности становления, добился того, к чему стремился долгие годы, стал узнаваемым, востребованным, самостоятельным и профессиональным учебным заведением, выпускающим специалистов-недропользователей, необходимых в наше время. Құрметті студенттер, сіздер біздің колледжге түсе отырып, кейбір оқытушылармен кездестіңіздер. Бұл білікті мамандар армиясын Альдижанов Ардақ Әлгазиевич басқарады. Колледжіміздің бірінші курс студенттері сіздердің болашақ мамандыққа жасап отырған алғашқы қадамдарыңыз, жаңа бастамалар мен ұмтылыстар, өзін-өзі жетілдіру мүмкіндіктеріңіз, шешімдеріңіздің бастау кезеңі құтты болсын. Колледж мәртебесін үнемі биік ұстап, мақсаттарға жетіңіздер. Дорогие наши первокурсники, вы вступаете в ряды студентов лучшего колледжа страны. Желаем вам, чтобы годы, которые вы проведете в стенах нашего колледжа, были наполнены ярким впечатлением студенческой жизни, а полученные знания, умения и навыки позволят занять достойное место в жизни, стать настоящим профессионалом своего дела. Успехов вам в учебе и во всех начинаниях. Учебный процесс возглавляет Минаева Назигуль Клюгазиевна. Уважаемые наши первокурсники, вы прошли посвящение и теперь уже с полным правом можете называться студентами геолого-разведочного колледжа, одного из самых старейших, имеющих 90-летнюю историю учебных заведений Казахстана, который готовит специалистов для геолого-разведочной отрасли. С гордостью носите звание студента колледжа, и пусть вам всегда сопутствует удача. Студенттердің оқу үлгерімін қадағалайтын, қатал да мейірімді бөлім меңгерушілері бар. The group with the depth study of English is headed by Ibatullina Дарига Жумартовна. Dear students, we wish you success and good luck. Группы с русским языком обучения возглавляет Абигенева Гульнара Макашева. Пусть ваша студенческая жизнь будет насыщенной и яркой. Ал қазақ тілінде оқитын топтарды Мұхамеджанова Айгүл Каменерна басқарады. Құрметті бірінші курс студенттері, сендерді үлкен жолға бастаған қадамдарымен құттықтаймыз. Сендерге оқуда, қоғам жұмысында сәттілік тілейміз. Семей геологиялық барлау колледжіне қош келдіңіздер. Біздің колледжде 5 мамандық бойынша білім беріледі. Олар геолог, бұрғылаушы, гидрогеолог, геофизик және эколог. Геолог землю изучает и про сокровища все знает, про те, что мать земля хранит и в недрах ревностно таит. Елімді байлыққа бастаған, геология қашанда асқаған, жер сырын ашатын әлемге бұрғылаушылармен әрқашан. Гидрогеолог грозно так звучит. Профессия серьезная, не спорю. Ты знаешь, как смирить и приручить подземных вод, неистовое море. Қырандай биікке самғаған, Сәтбаев ғылымын жалғаған. Геофизик мамандық ерекше, үйрену білуден талмаған. Земли состояние зависит от нас, ведь мир этот вовсе не молод. Сегодня ведет об этом рассказ защитник, охранник, эколог. В наш колледж поступили студенты со всего Казахстана, и все вы заселяетесь в просторных комнатах общежития, а встречают вас добрые, отзывчивые воспитатели.
У вас будет соблазн есть всякую дрянь, которая будет падать на дно желудка, с трудом перевариваться и отравлять остальные органы. Если вы же не планируете задерживаться на этом свете и вас не смущает набранный вес, подумайте хотя бы о деньгах. Готовить дешевле. Не уберете вы, не уберет никто. Гора мусора будет расти быстро. Кровать приютит половину содержимого шкафа и рабочего стола. Не засоряйтесь грязью в ожидании большого субботника. Выходные можно провести с куда большей пользой, регулярно и сообща поддерживая порядок в комнате. Если вам попался сосед, который моет полы строго на своей половине комнат и вырубает свой дипхаус на полную катушку, не скандальте. И это случайные люди со своими заскоками. Узнать их получше вы успеете, но не спешите портить с ними отношения. В общежитии есть комната отдыха, используйте ее для личного досуга. Не сорите и не шумите в местах отдыха. Традиционно общежитие является неким символом студенческой жизни. Соблюдая простые правила, вы можете сохранить себе жизнь. Құрметті бірінші курс студенттері, міне сіздер 2 ай бойы колледжде оқып жүрсіздер. Сіздер туралы сіздердің сынып жетекшілеріңіз не ойлайды? Олардан сұрап көрелік. ГКН тобының кураторымын. Мен тобым жаңағы онлайн бастаған кезде мектептен келген еркеліктерін әлі қоя алған жоқ. Сондықтан бұл онлайн бірінші курстарға кері әсерін бере ме деп, бұлар топ болып қалыптаса ала ма деп кішкене уайымдадық. Бірақ мына осы бірінші курстарды сынақтан өткізген кезде олар өздерінің жақсы жақтарынан көрсете білді, студенттерге тән қасиеттері шықты, ойлары бір жерден шықты. Содан олар жаңағы қыз балалар, әсіресе топта 3 қыз бар, сол 3 қыз көп нәрсені алып шықты. Работая с ними, я заметила, что у меня есть все студенты творческими способностями, они более проявили себя в этой сфере. У меня есть студенты, которые вот делают монтажи и всячески раскрывают себя. Вот я все это заметила, когда вот проходили испытания, то есть разведчики недров. Өздерінің жаңағыдай топтарының аттарын құрып, өздерінің киімдерін реттеп, өздері барлығын ақылдасып шешті. Мен сол жағынан қатты қуандым. Өздері ұйымшыл екен болғанына, өздерінің жақсы жағынан көрсеткендеріне өте қуанышты болдым. Наши первокурсники смогли проверить себя на прочность, смелость и находчивость, и мы в этом убедились. Мы, студенты 4-го курса, провели испытания для первокурсников в рамках посвящения в разведчики недр. Моя группа проводила испытания «Визитка», и нас очень порадовала креативность и сплоченность наших первокурсников. Геолог зерек болу керек. Және де не қайда қашан аялдамасында сіздер өздеріңіздің білімдеріңізді толықтай көрсете алдыңыздар. У настоящего геолога в рюкзаке должны быть 4 главные вещи. Геологический молоток, вода, компас и, конечно же, головной убор. И вы на станции геолог отлично справились с этой задачей. Геолог должен быть сильным, здоровым и выносливым. И в этом, конечно же, вам поможет спорт. На станции спортивной вы показали очень хорошие результаты. Итак, мы хотим подвести итоги. Колледж әкімшілігімен 4-ші курс студенттері жер қойнауының барлаушыларға арналған кеш аясында өткізілген студенттік жолдың алғашқы қадамдар сынағының визитка станциясында 3-ші орын алған үшін ГК-02 Г02А топтарын марапаттайды. Администрация колледжа и студенты 4-го курса награждают группу ОС-01 ОСК-02, БК-02 за занятое 2-е место в станции «Визитка» в испытаниях тропа первокурсника в рамках посвящения в разведчики недр. Колледж әкімшілігімен 4-ші курс студенттері жер қойнауының барлаушыларға арналған кеш аясында өткізілген студенттік жолдың алғашқы қадамдары сынағының визитка станциясында 1-ші орын алған үшін ГК-01 и 01 F01 топтарын марапаттайды. Құттықтаймыз!
Администрация колледжа и студенты 4-го курса награждают группу ОС-01, Б01, И-01 ФК01А. за занятое 3-е место в станции «Что, где, когда» в испытаниях тропа первокурсника в рамках посвящения в разведчики недр. Колледж әкімшілігі мен 4-ші курс студенттері жер қойнауын барлаушыларға арналған кеш аясында өткізілген студенттік жолдың алғашқы қадамдары сынағында не қайда қашан аялдамасында 2-ші орын алған үшін Г02А тобын марапаттайды. Администрация колледжа и студенты 4-го курса награждают группу Г01А за занятое 1-е место в станции «Что, где, когда» в испытаниях тропа первокурсника в рамках посвящения в разведчики недр. Колледж әкімшілігі мен 4-ші курс студенттері жер қойнауын барлаушыларға арналған кеш аясында өткізілген студенттік жолдың алғашқы қадамдары сынағы геолог аялдамасында 3-ші орын алған үшін ОСК-01 тобы марапаттайды. Администрация колледжа и студенты 4-го курса награждают группу Г01А за занятое 2-е место в станции «Геолог» в испытаниях тропа первокурсника в рамках посвящения в разведчики недр. Колледж әкімшілігі мен 4-ші курс студенттері жер қойнауын барлаушыларға арналған кеш аясында өткізілген студенттік жолдың алғашқы қадамдары сынағында геолог аялдамасында 1-ші орын алған үшін БК-02 И-01 топтарын марапаттайды. Администрация колледжа и студенты 4-го курса награждают группу Г02А за занятое 3-е место в станции «Спортивная» в испытаниях тропа первокурсника в рамках посвящений в разведчики недр. Дәл осы намадықтығымен 2-ші орын алған үшін ГК-01 тобын марапаттайды. Итак, администрация колледжа и студенты 4-го курса награждают группу ГК-02 за занятое 1-е место в станции «Спортивная» в испытаниях тропа первокурсника в рамках посвящения в разведчики недр. Трудолюбие и целеустремленность никогда не остаются незамеченными. Они вызывают чувство радости и уважения. Все ваши высоты еще впереди, и нет сомнения в том, что вы добьетесь признания не только в стенах колледжа. Главное не останавливаться на достигнутом. Мы, четверокурсники, берем клятву с вас, первокурсников, что во время обучения в колледже вы во всем будете походить на нас. Колледж ережесін бұлжытпай орындауға және оны достарынан талап етуге ант етемін. Promise that you will do your best in order to get knowledge, to keep secrets of bowels of earth, our college and the hostel, to give up your life for prosperities of Kazakhstan. Promise, promise, promise. Клянитесь сохранять и приумножать традиции нашего колледжа. Клянусь, клянусь, клянусь! Туған елімді, жерімді, отанымды мақтаныш етуге ант етемін. Құрметті Семей геологиялық барлау колледжінің 1-ші курс студенттері, сіздерді бүгінгі колледжге қабылданған күндеріңізбен шын жүректен құттықтай отырып, білім іздеу жолдарыңызда қажымас қайрат, таудай талап, төзімділік пен сәттілік тілеймін. Бұл сіздердің үлкен өмірге деген қадам басуларыңыз. Осы оқу орнын таңдай отырып, сіздер Қазақстанымыздың кәсіби мамандырылған мамандық иесі боласыздар. Уважаемые первокурсники, сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года. Это всегда волнующее событие для студентов и, конечно же, для вас, первокурсников. Вы одержали свою первую серьезную победу в своей жизни, поступив в наш колледж. Я уверена, что благодаря нашим знаниям, которые даются в нашем учреждении, вы сможете добиться успехов, сможете сделать многое для нашего современного Казахстана. Dear freshmen, from that moment on, you have become the students of the Semey Geological Prospecting College, the only and most authoritative college.
You have opened the door to the world of science and geology, and it depends only on you which path you will choose in life and what you will achieve in your life. But the main thing is to set high goals and strive for them. I'm sure that you, the new generations of students, will become worthy successors of glorious traditions of our college. Студенттер үшін ең маңызды құжатты тапсыруымыз керек. Мамандық алу жолында барлық жаңа пәндер сынақ кітапшасына бағаланады. Құттықтаймыз! Итак, студенческий билет. Он подарит вам кучу скидок в кино, в театре, на выставках. А нашу сильную половину он защитит от попадания в доблестные вооруженные силы. Құрметті бірінші курс студенттері, сіздерді жер қойнауын барлаушылар қатарына қосылған күндеріңізбен шын жүректен бірінші курс топ жетекшілер атынан құттықтаймын. Және алдағы өмірлеріңізде тек қана алға жылжып, зор білім мен үлкен жетістіктерге жетулеріңізге тілектеспін. Уважаемые первокурсники, поздравляю вас с посвящением в разведчики недра. Желаю вам достигать успехов в учебе, оправдать надежды родителей и быть дружными. With all my heart, I congratulate you to education college. I wish you strong health, get good education from college. May all your dreams come true. Good luck and success. Құрметті геобарлау колледжінің 2020 жылғы бірінші курс студенті атанған жастар, колледж оқытушылары және ата-аналар, сіздерді жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Құрметті студент атанып отырған жастар, егеменді еліміздің экономикасын арттырып, оның одан әрі гүлденуіне жаңа серпін беру сендердің қолдарыңда. Біз сендерге сенеміз. Дорогие наши дети, поздравляю вас с этим светлым праздником, Днем студентов. Это еще один небольшой шаг во взрослую жизнь. Студенческое время – это лучшее в жизни. Будьте активны, целеустремленны, любопытны. Торопитесь учиться новому, познавать мир. Быть студентом – дело непростое. Быть студентом – дело молодое. Все еще по сути впереди. И не ясно, что там на пути. Я желаю, чтобы был успех, чтобы в них скончался дружный смех, чтобы был достаток у тебя, чтобы сияли радостно глаза, чтобы было много перспектив, чтобы в идеях был задор и креатив, чтобы исполнялась всегда каждая заветная мечта. Дерзайте и не бойтесь трудностей. Вперед к новым свершениям и победам. Мы в вас верим. Біздің оқу орнымызға түсе отырып, сіздер дұрыс өмірлік таңдау жасадыңыздар. Дорогие первокурсники, желаем вам интересных лекций, Прекрасных преподавателей. и сносных экзаменов. Ведь быть студентом – это классно, быть студентом – красота. Пусть дела идут прекрасно, вместе вам Ни пуха, ни пера. Бұл сенің өмірің, сенің тағдырың, сен де олысың, қызыққа толы әр күнің өтеді, қызықтар алда, биікке самған, нелерге олықпыз. Бізде еңбектенеміз,
We are the honest, we are the peaceful, and we are helping for us the people, and we're learning this profession for the future, for the career. In our college, and the best students, and the best teachers. We are geologists, we are the strongest, and it's your our life, all the day, all the night, that is good, that is right. Because we're geologists, and because we like it, and we are powerful.